finnar. Бағал жамават, Аллах Субханаху Тааля кесіні шариатында, кесіні құлларына жоруқланы салған заманда бір қауымларын адамлаға хайырын белгілеп, бір қауымларына адамлаға заранын белгілеп, Сили кітабында алай түшірген. Абдулла ибн Аббас радиаллаху анху айтады, Аллах Субханаху Тааляны китабында дейді, бұл бүгін айтырық жұмышыбызны, сөзіні үсіннен Аллах Субханаху Тааля мақтап, арю жаны бұла бір затты айтмаған дейді. Біттеу айтқаны қар заманда да аны терслігіні, амаллығыны, хатасыны үсіннен келейді дейді. Ол да жеңілікні ызыннан барған, хауаны ызыннан барған. Хауа, ол адамны жүрегі тартқан, сезімі тартқан жеңілік. Қар заманда да жеңілікке тартады. Сөзіміз даны үсіннен барықты. Аллах Субханаху Тааля Сили кітабында айтады: «Афарайта мен иттахаза илахаху хаваху, ва адаллаху Аллаху аля илмин, ва хатама аля сам'ихи, ва қалбихи, ва жа'аля аля басарихи ишава, фаман яхдихи мин бa'диллахи, афаля тазаккарун». Аллах Субханаху Тааля Сили кітабында айтады: «Сен көрген мүсе дейді, сен көрдің мü, кеслеріні, хаваларын, кеслеріні Аллах етіп табың Алланы дейді. Хаваларын, жеңілliklерін, кеслеріне патшақ етіп аңға табың Алланы дейді. Аллаху Тааля аны бұла аланы біліп тұрғалайына, аланы білімлері біле терс жолға тайдырған дейді. Аллаху Тааля аланы құлақларына да, көзлеріне де мұхыр салғанды, жабу жапқанды дейді. Аллах Субханаху Тааляның түзлігін ешітмесче, Аллаху Таалядан башқа кім түзаталықты аланы түз жолға аласағыш етмеймілі дейді. Аллах Субханаху Тааля бізде болған адамланы бірінші жаратылыңаннан башлап бүгінге дері ұлы ауруларынан бірді терслікке ашырған. Илмусу бар есе илмусына өктемілік біле қошақлық еттірген. Аллаху Таалядан қорқмақлығы бар есе ол қорқмақлықны терс жолға тайдырған, бидғалаға тайдырған. Адамны еткен ішін қиынын қар заманда да терс жолға ашырған, хавасыны ызыннан барған, жеңілlikке бой салған. Етеді, етмейді демейді, инанады, еткенде етеді, бош тұрмайды. Кечесін де өттірге болады, күндізін де оразада өттірге болуқты. Ақшы жұмышланы етеме деп жашауын өттірге болуқты. Алай, бүттеу өткен қиынықайы барады. Исрафлыққа нек хавасыны ызыннан барады. Аллах Субханаху Тааляны айтқан сөзіне, Мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның сүннетіне келішкен ұғай, кесіні хавасына, ақылына келгенге, жүрегіне тап келгенге, анызыннан барады. Екі жұмыш алында сору болып сүйелселі, аланы ічлерінде кесіне тап қайсы есе де аны сайлаған. Аллаху Тааляның шариатыны, пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның сүннетіні мабу түзді, мабу суаплыды, мабу игеді дегенге қарамағалайына кесіне таплықны ізлеген. Қатада радиаллаху анху айтады: «Инна раджула иза кана куллама хава шей'ан ракибаху». Қатада радиаллаху анху айтады, адам дейді, қар жүрегі тартқан затыны етіп тұрса дейді. Аны аннан Аллаху Таалядан қорқмақлық та, ұятлық та тыймаса дейді. Ол дейді хавасына табынған. Жүрегіне тап келген затыны, ақылына тап келген затыны етіп тұрған. Аллаху Таалядан қорқмақлық та тыймайды, ұялған да етмейді. Ол дейді хавасына табынған. Мұхаммад пайғамбар Аллахның саламы аңа болсын хадисінде айтады: «Саласа мухликатин, шуххун мутаун, ва хаваун муттаба, ва и'джабун мар'у би раихи». Пайғамбар Аллахның саламы аңа болсын айтады: үч зат түбетет дейді, түбеткен үч зат дейді. Бой салдырған қызғаншылық, ызыннан елткен хавасы дейді. Sonra кесі-кесіні ойымына бүсіреген. Ол үшісі адамны түбетет дейді. Бой салдырған қызғаншылық,
Kızgançlık boy saldırat da zekatın vermeydi, sadakasını vermeydi. Mülkünü halkın çıkarmaydı. Izından eltken havası, ol jengillik, oldu ona ötken. Ol gayrı tartsa da jumuşu da anga köre boladı. Kesini oyumun har zamanda da biyikке salgan büsüregen. Kesinden akıllı joktu. Kesi çata baythan joktu. Kesi çatüz akıllı joktu. Kesini akılına büsüregen. Allah subhanahu ta'ala sırı kitabında aytadı: "Afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lehu su'u amalihi vettaba'a ahwa'ahum." Allah subhanahu ta'ala aytadı: Allahu Teala'dan açıklıkta bolgan bula. Allahu Teala'dan açıklıkta bolgan bula. Sonra kesini etken işi arı körünüp anızından bargan birevlelleni havalarına boy salıp eksiten kalay bolurla deydi. Havanı ızından bargan. Akşı aman işlerine boy salıp birevini havası. Bulayda kesini havasının üstünden etmeydi. Birevini havası. Bizin içimizde o nençabız vardı. Kesibizin havalarımızın üstünden uğay. Birevini havası bula yaşagan. Başka adamını akıllı bula yaşagan. Başka adamını tüzge sanağanı bula yaşagan. Başka adamını terske sanağanı bula aylangan. Nençe adam vardı içimizde. Dinde bolgan bir zatını eteyik dep turgallayına adamlarını oyumların eşitkelliğine koyup koygan. Kimge boy saladı? Allah-u Teala'nın buyruğuna, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini, oğusu birevlenini oyumuna mı boy saldı? Kimge tabındı? Adamların akıllarına, adamların oyumlarına, teşhirularına kiyindirge gerekti desem, üstün başınca barga gerekti degen soruda. Anılap eteyim dey başlagallayına, tögerekten baştan adamlarını oyumların eşitti. Sonra koyup koydu. O sözlerini eşitken neyse adamlardan kiyindirme koyayım degen akılga keledi. Kimge tabınadı? Kimge boy saldı? Allah-u Teala'nın şoruğu mu tolturdu? Oğusu adamlarını oyumlarına boy salıp alanı mı etti? Ahırında kimge tabındı? Birevini, başkalarını oyumlarına, akıllarına boy saldı. Allah subhanahu ta'ala da anı sünnen aytadı. Kesini etken aman işi arı körüngerle başkalarını aytkan oyumlarına boy salgalla bula Allah'a boy salgan eksiten kalay bolurla deydi. Eksi bir yolda bolur amalı joktu deydi. Eksi bir cennetke sığınır amalları joktu deydi. Allah subhanahu ta'ala aytadı: "Fe in lem yestecibu leke fa'lem annama yettabi'una ahva'ahum." وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَى مِنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ قَوْمَ الظَّالِمِينَ. Allah subhanahu ta'ala ayatında aytadı. Ayat çek salgan ayattı. Akla karan ortasını ayırgan. Allah subhanahu ta'ala aytadı. Seni aytkan sözüne boy salmasala deydi. Söz kimge aytıladı? Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e aytıladı. Seni aytkan sözüne boy salmaysele, şeriatını tutmaysele, sünnetini tutmaysele bil deydi. Allah havalarını ızlarından baralla deydi. Adam ne Allah-u Teala'nın yolu bula barga bolluktu, ne de havasını ızından barga bolluktu. Kesini havası mıydı, başkanın havası mıydı, başka tüyüldü. Sana boy salmasala bil deydi, Allah havalarını ızlarından baralla deydi. Aladan ters ne taygan, aladan ters yolga turgan kim var deydi. Allah-u Teala'dan tüzlük bolmagallayına havalarını ızlarından bargalla deydi. Allah-u Teala düz yolga salmaydı, zulmuçu kavumlanı. Allah-u Teala'nın şeriatın bir janında koyup, adamlarını oyumların, akılların alga salıp, anı bula bargan zulmuçudu. Allah-u Teala düz yolga salmaydı, zulmuçunu deydi. Allah subhanahu Teala aytadı: وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. Allah subhanahu ta'ala aytadı. Allah-u Teala deydi, tüzlük deydi. Alanı havalarını aythalları bula bolsuyt deydi. Jerde kökle de tüp bolur elle deydi.
Адамın ақыллары, біздің өчімізде жүрген ақыл. Сен кесіңінкен айтқалайына нек тұрасы? Сен төгірекке башқа нек қарамайсы? Жерде нек жашамайсы? Бұлытлада не күчі байланасы? Өмірледе қачанесіне бір болған затланы айтып нек тұрасы? Бүгілік күмлі нек жашамайсы? Адамланы ойынларына нек тыңламайсы? Төгіректе баш халық не айтады? Тешірулан тешіндір дейді. Төрелеге бойсал дейді. Шериятны тұтма дейді. Адамны ойымын, халқны төресін алға сал дейді. Сен кесіңі ақылыңы алға салып нек тұраса дейді. Ол біздің ішімізде жүрген хапарлалла. Бұсырманса хау. Алай ислам діні заман бұлада, жер білада түрленіп барға керек түгілмеді, халыққа таплықта аланы ойымларына келішіп дейді. Дін адамны ақылына қажау не заманда сүйелгенді? Нек келіштір алмайсыз дінні, шөндігі жашауны ақылына дейді. Тыңлап тұрсаң, жұмшақ әрі сөзделі. Алай Аллаху Субханаху Тааляның аятына қарасақ, аланы ақылларына көре болсейді дейді. Жерде де көкте де жорықла түп болыр әлі дейді. Нек? Ойымла көптілі, ақылла көптілі, харкімні кесіні көз қарамы барды. Сора сені де көз қарамыңа көре Аллаху Субханаху Тааля көклені де жерлені де тептіріп башласыйды. Сен сүйгенде жауын жаудырып, сен сүйгенде күн түйдіріп, сен сүйгенде жел ұрдырып, жерні сүй түп болыр еттейді. Аллаху Субханаху Тааляны жорығы бұла жүрімесі қарзатта түп болыр еттейді. Біз аны ескеруін сізге келтірген біз дейді. Біз аны ескеруін сізге келтірген біз, алай ол ескеруден ала артқа бұрылғалла, сырт бұрғалла дейді. Аллаху Субханаху Тааляны жорығы ол белгілейді сілі кітабында бұла, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямны сүннетінде аңа бой салып барған, кесібізні, ақылыбызны, ойымызны ортаға салмағаллайына. Ол затладан біз арта қалай тұралдық біз? Кесібізні не біле сақларға керек біз? Біздің ақылыбыз алыбызда патшақ болып, бізді терслікке тартмасча. Аны не дарманы барды? Бек бірінші дарманы ол Аллаху Субханаху Тааляны китабына қараған. Ол мені ақылымда болған ойым, ол мен жашау жолымда мабы түс деп салған ойымым. Ол Аллаху Субханаху Тааляны китабына келішемді, оғысы келішмеймді. Мұхаммад пайғамбар Аллахын саламы аңа болсын, ол затқа не көзден қарағанды, не айтқанды. Ол мені ойымым ақырында жәннетке мелтеді, оғысы жаханимге мелтеді. Мен қарарға керек меме, сүзерге керек меме. Аллаху Субханаху Тааля айтады: «Я айюхан насу қад жааткум мауизату мин раббикум ва шифау лима фи судурихим, фима фи судур, ва худа ва рахмату лил муъминин». Аллаху Субханаху Тааля айтады: «О адам ұлысы дейді, сізге келгенді Аллахығыздан уаз дейді. Ол сіздің жүректеріңізде, көкіректеріңізде болғанға дарманды дейді. Эм түз жолды, эм мүмінлеге рахматлықты дейді». Аллаху Субханаху Тааля ол жүрегіңізде, көкірегіңізде болған ойымға, жеңілдікке, арыда берді тартқанға Аллаху Субханаху Тааля уаз иген дейді. Сылы кітабында уаз барды. Келішейсе ол китапқа түз жолдаса. Келішмейсе, не бек кеңде болсын, не бек ұллыда болсын, не бек теренде болсын, айтқалла кімле де болсынла, атлары не бек ұллыла да болсынла, сыйлары не бейіп бейікте де болсынла, ала терс жолдалла. Аллаху Тааляның китабына, пайғамбарының сүннетіне келішмейсе, қайсы ойымда жаханим жолына елткен ойымды. Сүйсең бойсал, сүйсең Аллаху Тааляның жолына бойсал. Аллаху Субханаху Тааля айтады, екінші дарман не затты? Аллаху Тааляның китабына бойсалғанымыздан sonra, аны базман етіп алғаннан sonra, Аллаху Субханаху Таалядан қорқмақлық аннан ұяла білген. Аллаху Таалядан қорқмақлық ұяла білген. Мен кесімі ойымымы, жеңілігімі, жүрегім тартқан жеңілікні
алға салып барсам, базынамса кесіңе, ол сені Аллахны рахматына елтірікті деп. Базынамса, бойның базық мұды? Соруға тартылған заманда жауап бере алықмыса? Аллаху Тааладан қорқмақлық болырға керек меді? Ол мені елткен жолым мені қайыр елтірік болыр деп. Жаханимге ме? Оғысы жәннетке ме? Мен қайры барама ойымымы ызымнан деген заманда сағыш етерге керек түйбіз мі? Аллаху Тааладан қорқмақлық. Үйала білген. Біз ақырында кімлейбіз? Аллах Субханаху Тааладың құллары. Бір тамычыдан жаратылынған құлларыбыз. Дүнияланы, жерні де, көклені де, бүттеу қар затында жерні сүнде жаратқан ұлы Аллахны ойымына, кесіңі ойымыңы салырча, ойымыңы қошарча, аны алында кесіміңе ойымыңы салырча, кімсе? Бетің жетіп, кесіңі ойымыңы алға неден салаласа? Үйала білерге керек ме адам? Сен кімсе? Ойымыңы Аллах Субханаху Тааладың ойымына тең етіп салырча. Кесі біз біле күреше білген, қазават ете білген, хавасы болмаған, жеңілікке тартылырға сүймеген бір кіші де жоқты. Сізге бұл сөздені айта тұрғанда, ол сөздеге тыңлай тұрғанда, барыбызда ол аурудан бірімізді құр түйілбіз. Барыбызда жүректерімізде барды ол жеңілікке тартылу, хаваға алдану. Алаяны бұла күреше білген, аны ырбында тия білген. Аллах Субханаху Тааля Сыйлы кітабында айтады. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا نَفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ جَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Аллах Субханаху Тааля айтады, кім Аллаху Тааляны хисап етерік жерінен қорқа білген дейді. Сора кесін нафсынан да, хавасынан да тыйған, керті да олды, керті да аныды, барық жері жәннет. Аллаху Тааляны хисабынан қорққан. Қиямат күнде барбызда сөйлген заманда еткен іштеріміз біле кітапларыбыз сол жағынан, ол жағынан берілген заманда, ол кітабыңда жазылынған ішледе не зат айтылырықты, ол еткен ішлеріңе, ойымларыңа, жеңілдіктеріңе не хисап берілікті деп сағыш ете білген. Ол күннен қорққан, ол күннен қорқып, кесіңе тыя білген. Нафсыңы да, хаваңы да, жеңілдіктерін тыя білген. Сауғасы о неді? Барық жері жәннетті дейді. Не үшін тияра керек мен кескесімі жеңілдіктен? Жүрегім тартады жеңілдікке. Жеңілдік не затты? Орамда өтіп барған омақ әрі түшіруға қараған. Жеңілдікті. Көзім тартады, жүрегім тартады қарарға. Кесіңе тыя білген. Харамлыққа тартқан. Нөгерлерің біле олтырып, терек түбінде салқында харам судан içкен. Не де түтін içкен. Баша түрлі günahla. Жеңілдік меді? Жеңілдікті. Жүрегің тартамыды? Тартады. Алай ол жүрекке чекні сала білген. Бұ жарайды, бұ жарамайды. Бұ маңа керекті, бұ маңа керек түйт дегенні ете білген. Не үшін? Жәннет үшін. Жәннет үшін. Хавасыны ызынан барған, хаваны тұрлық жері, хаваны ақыр тоқтарық жері, ол жаханимді. Жаханимді. Гәуірда болсын, бұсырманда болсын. Хаваны тоқтарық жері жаханимді. Хава бұла күрешкенні, қазават етуіні тоқтарық жері қайдады? Жәннеттеді. Жаңыз да бізді қолыбыздады. Қайсын сүйсекті аны сайлап, анызынан барған. Ол біздіне күнге келтірікті дегенні үсіннен сағыш еткен. Али радиаллаху анху айтады, «Әмбек қорқаным» дейді адамлаға, «Әмбек қорқаным» адамлаға хаваларыны ызларынан барғаны әм ұзын умут еткені дейді. «Әмбек қорқаным» адамлаға
Havanı ızından bargan, uzun umut etken deydi. Havanı ızından bargan tüzlükten tıyat deydi. Uzun umut etkeni ahiratını unutturat deydi. Havanı ızından bargan. Havanı ızından bargan ol jengillik kayda körü ise de, jüregi kayır tartı ise de arı baradı. Alında namaz turu ise namazını koyup jengillikke ketedi. Alında oraza turu ise orazanı koyup jengillikke ketedi. Jengillik degen zamanda bulayda haramlık degen sözünü aytabız. Dinde halal bolgan jengil zatlan aytmayбыз, haramlıkны. Ol tüzlükten tıyat deydi. Uzak umut etkene ahiratını unutturadı. Zaman bardı yaşla. Zaman bardı. Akın yaşbız. 60 da bolsun, 70 da bolsun, 80 da bolsun. Namaz da eterbiz, oraza da tutarbız. Allah aytsa eterbiz dep umut etip turgan. Ahiratını unutturat deydi. Hesap bolluktu. Ajalım jetip kalat degenini unutturat deydi. Ajala o saatlayına jetedi. Kartlık da yok. 80 yılda yok. Köplege jetmiş de yok. 60'a da köple yaşamayla. Uzak umuta ahiratların unutturat. Abu Darda radiyallahu anhu aytadı: "İza asbaha raculu ictama'a havahu ve amaluhu, fa in kana amaluhu tab'an li havahu fa yawmuhu yawmu su, ve in kana havahu tab'an li amalihi fa yawmuhu yawmu salih." Abu Darda radiyallahu anhu aytadı: "Adam tanga atsa deydi. Adam tanga atsa havası bula etken işi birge bolalla deydi. Birgesine tanga atalla deydi. Havası bula etken işi. Ol etken işleri havasını ızından bari isele deydi. Ol günü aman kündü anga deydi. Havası etken işlerini ızından bari ise ol günü anga akşı künd deydi. Etken işlerin havanı ızından bari isele alacahanemge eltelle günün amant deydi. Havan etken işlerini ızından bari ise, ırbındı ise, çekti ise ol günün akşıdı, ol günün cennetke eltken künd deydi. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu aytadı: "La ya'tiyanna alan nasi zamanun yakunu hammata ahadihim fihi batnuhu ve dinuhu havahu." Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu aytadı: "Adamlara Allah zaman gelir deydi. Ullu kaygıları, karın kaygıları bolur deydi. Dilleri de havaları bolur deydi. Kaygıları, karın kaygıları bolur, dilleri de havaları bolur deydi." Ol sözlerini sünden sağış etsek, biz bugün günü bizini kör alabız mı? Her günü bizden dünya kaygı, karın kaygı, başka söz baytkan zamanda. Dini bize neydi? Dine havabız. Her kim akılına ne kelse anı aytkan. Her kim akılına ne kelse anı etken. Kesini akılın, ata-babalarını akılların, kaçın esene birde yaşayan efendini, şeyhini, alimni, dine kelişemedi, kelişmeymedi, halkın içinde jürgen töreli. Ol elini töresi, bu elini töresi, alga salıp, anızından bargan. Havalanı din etken. Sonra ahırında ve cahil halk soradı. Sizin dinigizini biz anlayalmayız deydi. Bir sözünüz bir sözge kelişmeydi. Bir işiniz bir işe kelişmeydi deydi. Ne kelişmeydi? Havanızından barallağından kelişmeyle. Havala ve türlü türlü. Oyumla ve türlü türlü. Harkimli oyumu başka. Harkimli akıllı başka. Andağı eline efendisinin akıllı da havası da başka. Olda kesi sügen çettiret. Mundağı efendinin akıllı başka. Olda kesi sügen çettiret. Havaları başka. Ahırında va şeytanları birdi. Şeytanları birdi. Havaları başka bolsa da. Onun için Allah subhanahu teala'nın kitabına bula, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetine kelişmegen ol barısı da terslikке jahanim otuna eltken havalarla aladan kesibizini saklagan, kesibizini havabızdan saklagan ol bizni baş borçlarımızdan biridir. Her birimiz de bu mecgitten çığa turup namazdan sonra
Кескесімізге соруға керек соруыбыз. Мені хавам, мені дінімме ми бойсалады? Оғысе мені дінім, мені хавамма мы бойсалады деген соруға жауап бере білген. Ол соруға жауап берсек, біз о заманда ол жауапны артында, сыртында башқа жауапны ештебіз. Мен жәннет жол үшін күрешеме? Аллах сақласын, жаханим жол үшін күрешеме? Эксіннен бірі. Орталықта башқа жауапта жоқты, башқа жолда жоқты. Аллах субханаху тааля хавабыз дінімізге бой салып, жәннет жолына елтірчі Аллаху тааля барымызға насып етсін. Уассалаллаху алейхи Мухаммад ва алейхи